Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге диктанттарды дауыстап оқыту генерациясымен жұмыс істеу мәнін көрсетемін. Жиі диктанттар бөліміне өтеміз. Тілді, сыныпты және дауысты таңдаймыз. Дауыстап оқылу қажет мәтінді енгіземіз де іске қосамыз. Диктант мына формула бойынша құрылады. Мәнерлеп оқу, жазып алуға арналған баяу айтылғанды жазып алу және тексеруге арналған қайталау. Генерация уақыты мәтіннің ұзындығына байланысты болып келеді. Генерация аяқталғаннан кейін платформа сізге хабарламаны көрсетеді және сіз материалдар кітапханасында сол аудионы тыңдап, жүктеп алуға мүмкіндігіңіз бар. Таспен атқанды аспен ат. Тас пен ас пен. Таспен атқанды аспен ат. Таспен атқанды. Осымен біздің видео нұсқаулығымыз аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Платформамыздың басқа құралдарында келесі видеоларды зерттеңіздер. Вонг әлемінде жаңа кездескенше.